Сәлеметсіңдер ме балалар? Жаратылыстану сабағы. 4-ші сынып. 2-ші бөлім. Заттар және олардың қасиеттері. Табиғат ресурстары. Сабақтың тақырыбы кенді пайдалы қазбалар деген не? Оқу мақсаты пайдалы қазбаларды сақтау және үнемді қолданудың жолдарын ұсыну. Алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну. Бүгінгі сабақта сенің білетінің кеннің не екенін түсінесің. Кенді пайдалы қазбаларды қалай өндіретінін білесің. Тірек сөздер: байыту, балқыту, полиметалл. Балалар, мына заттарға қарайықшы. Ненің суретін көріп тұрсыңдар? Ыдыс-аяқтар, теңгелер, көлік, ұшақ және құрал-саймандар. Осы заттардың барлығына не ортақ деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар, барлығы да темірден жасалған. Осы заттарды жасау үшін қандай пайдалы қазба пайдаланылды? Яғни металдар пайдаланды, я? Құрамында металл болатын тау жыныстары кен деп аталады екен. Олар магмалық тау жыныстарынан пайда болады. Біз өткен сабақта магмалық тау жыныстарының қалай пайда болатынын өткен болатынбыз. Құрамынан бірнеше металл бөліп алуға болатын кенді полиметалл деп атайды. Ал енді кен қалай өндіріледі екен? Кен екі түрлі әдіспен өндіріледі дедік, иә? Ашық әдіспен және жабық әдіспен. Ашық әдіспен ол жердің бетінен қазып алынады екен. Ал жабық әдістен терең шахталар қазады екен. Міне оны не істейді екен? Уатып, бөліп, жуып, міне сөйтіп барып, яғни металды бөліп алады екен. Ал енді балалар, біз зерттеу жұмысын жүргізейік. Яғни мынау темірдің қай түрінен жасалған? Қаңылтыр, я, өте жұқа. Екіншісі темір шеге, үшіншісі сым екен. Енді алдарында сендердің осы бақылау парағы жатыр. Осы параққа сендер оның металдың түсін, қалыңдығын, қаттылығын және иілгіштігін жазасыңдар. Ал іске сәт. Енді балалар, өз жұмысымызды тексереміз. Қаңылтыр қалбыр, металл, я, жылтыр, жұқа болады екен, қаттылығы жұмсақ болады екен және иілгіш болып келеді. Ал темір шеге, керісінше, я, ол да металлға жатады, қара, қалың болады екен, қатты болады және иілмейді. Ал сым болса, қара да болады, жылтыр да болады, қалың да, жіңішкесі де болады екен, қатты да, жұмсақ та болады екен, және кейбіреу иіледі, кейбіреу иілмейді екен. Жақсы, енді металл өнімдерді қалай алады? Жаңа мен айттым, ашық әдіспен және жабық әдіспен өндіреді дедім. Ашық әдіспен ол, яғни жердің бетінен қазып алынады, я, карьерден қазып алынады. Ал терең шахтадан алынады, ол жабық әдіспен алынады. Металды кеннен бөліп алу үшін түрлі үдеріс жүреді. Мысалы, бос тау жыныстарын біз алады екенбіз, оны бөледі, уатады, жуады дедік. Бұны кенді байыту деп аталады. Осылайша байытылған кеннен бір немесе бірнеше металл алынады екен. Бұл үдерісті кен байыту комбинатында жүреді. Кейбір металды алу үшін кенді арнайы домна пешінде балқытады. Өздерің көріп тұрғандай, домна пеші, яғни ол 10 қабатты үйдің биіктігімен бірдей болады екен. Пештің ішіндегі температура 1500 градустан жоғары болады екен. Қазақстандағы ең ірі домна пеші Теміртауда орналасыпты. Міне осы домна пешіне металды, балқытылған металды белгілі бір пішінге келтіру үшін оны қалыпқа құяды екенбіз.
Мысалы, яғни авто бөлшектер жасайтын болсақ, оны арнайы қалыптарға құяды екенбіз. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымызға кері байланыс берейік. Егер сен сабақты жақсы түсініп, кенді пайдалы қазбалар не екенін білген болсаң, сен үшін сабақ қызықты болса, жапсырмамызды жасыл түске жапсырамыз. Сабақты жақсы түсінсең, сары түске жапсырамыз. Әлі де сұрақтарың болса, онда қызыл түске жапсырамыз. Сол сұрақтарың бойынша ендігі сабақта қосымша жұмыстар жүргіземін. Сау болыңдар балалар, сабақ аяқталды.